таңда облыстың қаланың екі бөлікті құрылыс жүргізіліп жатыр. Бұл бірінші бөлігі негізінен рухани орталық, екінші құрылыс площадкасы бұл біздегі жаңа әкімшілік орталық. Қазіргі таңда облыс әкімдігінің ғимараты, департамент басқармаларының ғимараты, медиа орталық, пресс-холл, және де көптеген спорттық мектеп, музыкалық мектеп, көптеген үлкен нысандардың құрылысы жүріп жатыр. Қалада қазіргі таңда құрылыс қарқыны өте үлкен деңгеймен жүріп жатыр. Соның ішінде облыстардың Түркістан облысы, Түркістан қаласына тарту ретінде жасалып жатқан жұмысы, әр облыс өз саласында, өз бекітілген нысандарында жұмыс жүргізіп жатыр. Биыл іске қосылатыны бар, келесі жылы іске қосылатыны бар. Мысалы айтып отырмыз, Қарағанды облысы қазіргі таңда қалалық аттракцион саябақтың құрылысына Алматы және Ақмола облыстарымен бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Ежелгі түркі әлемінің тал бесігі атанған Түркістан дамудың жаңа сатысында. Бүгінде облыста 28-ден аса нысан бой көтеруде. Соның бірі артында тұрған облыстық әкімшілік және оң жағында Алатау медиа орталығы. Құрылыс саны 4 этаждан тұрады. Бірінші этажында общий зал, конференц-зал, брифинг-зал, гримерный және фудкорттар тұрады. Екінші этажында студиялар, радиостанция журналистері, аппаратныйлар тұрады. Үшінші этажда жалпы офис, журналистер, редакторлар. Қарағанды қаласынан келгеннен кейін кішкене де болса көмегімді тигізіп кетейін. Иә, шама келгенше. Күн жылы. Оппа, шынында, иә. Қысып болды ғой. Түркістан облысында 28 ірі құрылыс нысандары жүріп жатыр. Соның бірі алдымызда тұрған Түркістан саябағы. Бұл саябақты 3 облыс бірігіп жасау үстінде. Жалпы аумағы 30 гектар жерді алып жатыр. Оның ең үлкен аумағы 15 гектар жерді Қарағанды облысы, 12 гектар Ақмола облысына және 3 гектар Алматы қаласына тиесілі. Өз көзімізден көріп қайтайық. Жалпы Қарағанды облысына 3-ші участок берілген. Ол 3-ші участокке водоем, фонтандармен және ландшафтный прогулочный зона деп аталады. Детский площадкалары бар, және скважиналары бар, су толтыруға арналған, питьевой фонтандары бар. Жалпы құрылыс 21 октябрьде басталады. 2019 жылдың 2020 жылдың 21 июньне дейін.